Қайталанбайтын терулер бу деңгээлі есептер. 9-да 4-нче есеп. Біріншісі s n-нен 2 тең 28, n факториал 2 факториал n минус 2 факториал тең 28. Мына жерде n факториалды біз n көбейтілген n минус 1 көбейтілген n минус 2 факториал деп аша аламыз. Енді осы жерден орындарына қойып кетсек, тең 28. Қысқаратын мәндер қысқарады. n квадрат минус n тең 56. Осы жерде дискриминантын алатын болсақ, минус пен плюс болып кетеді. 225 15-тің квадраты. n 1 мен 2 бізде 1 плюс минус 15 бөлінген 2 тең. Қосқан кезде мына жақта минус 7 болады, мына жақта оңман 8 болады. n бізде үлкен немесе тең 0-ден болу керек, демек 8 ғана қанағаттандырады. Екіншісі s n минус 3 тең 20. Орнына қоятын болсақ, n минус n плюс 3 болып кетеді. Тең 20. n факториалды жаңағыдай аша аламыз. n минус 1, n минус 2, n минус 3 факториал деп. Бөлімінде n мен n кетіп қалады, 3 факториал қалады. Қысқаратын мәндер қысқарттық. Енді n куб минус 2n квадрат минус n квадрат плюс 2n тең 120. Енді біз мына жерде n куб минус 6n квадрат қосылған 3n квадрат минус 18n плюс 20n минус 120 тең 0 деп ашып аламыз. n квадраттарын шығарып жіберсек, n квадрат n квадрат плюс 3n плюс 20 дискриминантын алатын болсақ, ол бізде теріс сан, ал ол мәні қанағаттандырмайды. Демек, тек n тең 6 қанағаттандырады. Үшіншісі s 9 n минус 2 тең 36. n факториал. n минус 2 факториал, n мен n-нен азайтамыз. Плюс 2 факториал. Орнына қойып есептейтін болса, қысқартып жібереміз. Осы жерде дискриминантын алып жіберетін болсақ, 1 минус 4 плюс 72 көбейтілген 289. Ол 17-нің квадраты. Осы жерден оң мән 9 болады, теріс мән минус 8 болып кетеді. Ал бізге тек 9 ғана қажет. 9-да 5-нче есеп. Асхана мәзірінде 7 түрлі сұйық тағам, 9 түрлі қою тағам және 4 түрлі сусын ұсынылған. Яғни 7-тен 1, 9-дан 1, 4-тен 1 деп және деген сөзді қолдану арқылы, яғни көбейту амалын қолданамыз. Осы жерде орындарына қойып есептейтін болсақ, факториалдарымыз қысқарып кетеді, 7, 9, 4-тің ғана өзі қалады. Ал оның көбейтіндісі 252-ге тең. 9-да 6-нчы есеп теңдеуді шешіңдер дейді. S 2n плюс 1 S каның орында n минус 1. Енді орындарына қойып факториалдарды есептейтін болсақ, мына жерде n-дер n плюс 1 2n тең, мына жақта n минус 1 болады, 3-тен 5 болады. Мына жерде 2n плюс 1 факториал, n минус 1 факториал, мына жақта n плюс 2 факториал қалады. Көбейтіп жүрсек, сонда алымы бөліміне кетеді. Қысқаратын мәндер қысқартамыз, және мына жерде 2n плюс 1 дегенді біз 2n плюс 1 көбейтілген 2n факториал деп аша аламыз. Сол кезде мына алымдағы 2n факториал мен бөлімдегі 2n факториал қысқарып кетеді. Енді қалған мәндерін жазып шығатын болсақ, мына жерде 2n плюс 1, n плюс 2 факториалды n факториал, n плюс 1, n плюс 2 деп аша аламыз. Ал n плюс 1-ді n факториал көбейтілген n плюс 1 деп. Сол кезде қысқаратын мәндер қысқарады. Қалған мәнді жазамыз. Енді 2n плюс 1 тең 3-тен 5, ал бөлімі
теңдіктің оң жағына көшеді, иә. Осы жерде 10 бөлінген 3, n-ді бір жаққа жинаймыз. Сол кезде 3-тен 1 n тең 3-тен 7 қалады. Демек, n-нің мәні 7-ге тең. Екіншісі. n-нің k деген формуламызды ұмытпаймыз. Енді формулаға қойып, есептей салатын болсақ, 2x плюс 3 минус x плюс 1 болып кетеді. Мына жақта 2x факториал, 2x минус 1 факториал тең 1 бөлінген 30. Осы жерде 2x плюс 3 факториал қалады, ал мына жақта x плюс 4 факториал қалады. Мына жақта x минус 1 факториал, ал алым бөлімінде 2x факториал қалады. Тең 1 бөлінген 30. Енді 2x факториал көбейтілген 2x плюс 1, 2x плюс 2, 2x плюс 3 деп ашып аламыз. Ал бөлімінде дәл солай ашып алатын боламыз. Сол кезде сызығым немек бітті. X минус 1 факториал деп жазып аламыз. Мына жақ қалады 2x факториал. Енді үшім немек бітті. Осы жерде қысқаратын мәндер қысқарады. Қалған мәндерді жазып алатын боламыз. 2x плюс 3 қалды. Мына жақта x плюс 1, x плюс 2, x плюс 3-тің x плюс 4 қалады. Осы жерде жақшаны ашып жүретін болсақ, жақшаны ашқаннан байқауға болады, мұны тең 1 бөлінген 30-ға мәні сәйкес келмейтін. Демек, теңдеу бұл жерде мәні шешілмейді. Шешуге болады, бірақ жауабына келмейді. 9-6 есеп, үшіншісі s n-нен 2, a n-нен 2 тең 32 орнына қойып, 2 факториал, n-мен 2 факториал, мына жақта n факториал, n-мен 2 факториал тең 32. Мына жерде n-ді n-мен 2 факториал, n-мен 1 көбейтілген n деп аша аламыз. Мына жақта да дәл солай ашатын болсақ, енді алымындағы мына жерде қысқаратын мәндерді қысқартып тастайық. Сол кезде n квадрат минус n-нің квадраты қалады. Мына жақта да сол мән қалады, екеуінің көбейтіндісі квадратына тең. Мына жақта оң мәнді бірінші қабылдайық. Сол кезде дискриминантта мәніміз түбірасты 33 шығып кетеді. Түбірасты 33 болатын болса, ол теңдіктің қанағаттандырмайды, ал мына жақта минус мәні шықпайды. Назарларыңызға рахмет.